Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге қатпарлы үгілмелі самса дайындайтын боламыз, көреміз. Так, бізге осындай 500 грамм ұн керек. Весаға өлшенген. Прямо осылай весасымен точ жасаңыздар, өте жақсы шығады. Және 1 шай қасық тұз. Ұнға араластырамыз. Және менде осындай весамен өлшенген 750 грамм май сливочный. Осы майды ұнға араластырып, осылай қолға жабыспас үшін осылай ұнға араластырып аламыз да үккіштен өткіземіз. Майдың бәрін осы үккіштен өткіземіз. Біз осындай негізі үгілмелі, осындай песочный тесто жасауымыз керек. Және бір жұмыртқа қосамыз. Және үлкен қасықпен 1 қасық қаймақ. Және жарты стакан салқын су. Енді осы тестоны жақсылап араластырамыз. Тестамызға кішкене ұн қостық. Кішкене сұйықтау болып кетті. Тестамыз дайын. Енді осылай жарты сағатқа кішкене қоя тұрамыз, бұқтырып. Так, нанымызды түсіріп алдық. Бір басып алайық. Тесто өте нәзік, жұмсақ. Осылай домалатып алып, иілеп бастаймыз. Нанымызды ысып. Бұл біркелкі қылып ысылмайды. Сондықтан осылай ақырындап жұқалатып ыса береміз. Осылай ысамыз. Тесто өте жұмсақ болады. Істеген кезде істеп көрсеңіздер, бой қатты баспайсыздар, ақырындап осылай жая бересіздер. Тестамыз өте нәзік, сондықтан өте қатты жұқартпаймыз. Уже дайын болып қалды. Тестамыз үлкен болып кетті. Осылай шеттерін бәрін дұрыстап істеп, жайып. Енді ерітілген осындай сливочный майымызды осы тестамыздың ортасына жағамыз. Осылай бірінші құйып алып, қолымызбен былай біркелкі қылып жайып шығамыз.
бастап домалатып жинаймыз. Біркелкі қылып. Осылай жинап алдық. Бойындағы ауасын шығарып, осылай домалатып морозильникке қатырамыз. Және бұлай тестаны сіздер морозильникте ұзақ уақытқа дейін сақтай берсеңіздер болады. Керек кезінде осылай комнатный температураға шығарып, жібітіп, сосын пайдалана берсеңіздер болады. Так, нанымыз қатқанша морозильникте біз фарш начинкасын дайындап аламыз. Фарштан бұл бізде свежий фарш готовый. Менде және осында екі жуа. Осы екі жуамызды өте ұсақтамай тураймыз. Жарты ас қасық тұз қосамыз. Және қара бұрыш жақсылап осыны жақсылап қолымызбен араластырамыз. Қамырымыз қатты. Енді осы қамырымызды бөліп, весаға қойып, 35 граммнан бірдей қылып бөліп аламыз. 35 енді веса болу обязательно емес, бірақ осындай бірдей қылып жасасаңыздар, самсаларыңыздың көлемі де бәрі бірдей болып шығады. Так, осылай біркелкі қылып жапырып алып, астына кіргенін себеміз. Осылай біркелкі қылып жаңағындай граммен бөліп алсаңыздар, осылай біркелкі болып шығады. Самсамыздың начинкасын осылай бір шетіне қарай саламыз. Және қолымызбен шетін бәрін жабыстырамыз бүйтіп. Чебурек сияқты қылып. Және өзімізге ыңғайлыға осылай ұстап, бір шетінен бастап былай қайырып жинаймыз. Өстіп қатты қысамыз, басамыз, шыққан жерін бүйтіп айналдыра береміз. Ең шетін осылай қайырып, астына қайырып жүреміз. Осылай самсамыз әдемі болады. Самсамыздың начинкасын тағы да осылай саламыз да, тағы бір көрсетіп жүрейін. Шетін осылай жапырып, қолымызға аламыз, ыңғайлап. Және осы шетінен бастап алып, осылай сырттан ішке қарай өстіп қайыра береміз. Самсам.
Так, начинкасын осы жолы ортаға саламыз. Тағы бір түрін көрсетейін жасап сіздерге. Осылай шетін ұстап, былай бір-біріне жабыстырамыз. Және де осылай сыртындағысын алып ішке осылай кезекпен кезек үстіп жабыстыру арқылы осындай әдемі самса шығады. Тағы біреуін көрсетіп жүрейін. Ортасына начинкасын саламыз тағы да. Мен де жиі істемеймін, сондықтан қолым ондай қатты жеңіл қозғалмайды. Осылай үйренесіздер. Осылай жасап, кішкене формаға келтіріп, осындай самса шығады. Және тағы бір түрі, ол обычный осындай үш бұрышты самса. Мен үш түрлі самса жасап жатырмын. Салу. Осындай самсаның үш түрі. Самсамызды толықтай жасап болдық. Үш түрлі самса жасадым. Және енді бұлардың бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Так, жұмыртқа жағып болдық. Енді самсамыздың бетіне кішкене кунжут себеміз. Кунжут обязательно емес, өздеріңіз. Самсамыз дайын. Енді 180 градуста қыздырылған пешімізге 35-40 минутқа салып аламыз. Самсамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар. Самсамыз дайын. Ал енді бисмиллахтың дәмін көрейік. Сіздерге шын көрсетейін бөліп. Şimdi katlarlanған тесто. Мен де көрейін. Сочный прям. Қараңыздар. Самсаның жолында қалады екен. Прям. Жеткіземін қоймыз. Вообще супер. Бестен бес деген баға.